Қайырлы кеш. Өздеріңіз білетіндей, мен Абай атындағы республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен қазақ әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернатында білім аламын. Біздің мектебімізде шешендік өнер деген пән бар. Сол пәннен беретін мұғаліміміз Жарқын Сәленұлы бізге қыстықы демалысқа отбасыларыңа ғибратты әңгіме айтып, соны талқылаңдар деп тапсырма берген болатын. Сіздердің рұқсаттарыңызбен сіздерге бір ғибратты әңгіме айтып берсем. Мөңке бидің үйіне арық құнанына мініп сырым бала келеді. Баланың көзіне ілмеген би бәйбішесіне балаға айран әкеледі. Сонда таңертең ауласында қызыл семіз тұзақтың елі бөліп қалғанынан налған мөңке құтты қонақ қонса қойы егіз табады, құтсыз қонақ қонса малын қырсық шалады деген. Таңертең семіз қызыл тұзақ елі бөліпті. Бала құтсыз қонақ болды. Енді үйінен кеттеп ызға шашады. Сонда сырым бала олай болмас бейге депті. Құтты қонақ қонса малы өліп, өзі аман қалады. Құтсыз қонақ қонса өзі өліп, малы есі қалады. Менің қандай қонақ екенімді қайдан білесіз? Мүмкін құтты қонақ шығармын дейді. Баланың бұл айтқанына аң-таң болған Мөңке би, рас айтасың балам, сен шынында құтты қонақ екенсің деп оған сый-сияпат көрсетіпті. Ал енді осыған өздеріңіздің ойларыңызды айта кетсеңіз. Жүрсін, сен айта қой. Бұл енді қазақтың шынында дағы жаңа айтқанда сөз өнері керемет, баян ата бабамыздан келе жатқан қазақ тілменен, сөзбенен кез келген дауды шешкен, келе жатқан жауапты тоқтатқан бір ауыз сөзбенен, кезінде Қазыбек би аталарымыз әнекей қарау жоңғардың тұтқында жатқан қаншама қазақтың кішкентай 14 жасында барып, бір ауыз шешендік өнерін көрсетіп, соны алып келген белдестеріне келген жалғастырма жоштан деген сияқты керемет сөздер бар. Соның ішінде жаңағы өзің айтқандай, жас болса дағы сырым ондай өзінің өнегесін, білетіндігін, сондай шешендік өнерін көрсетіп, өзі атағы шыққан Мөңке биден сондай жеңіс жеңу деген керемет болашағын сол уақытта көрсеткен екен. Міне қазақтың шынында тілінің байлығы сондай керемет деңгейін жоғары рухта қазақтың тілінің сондай бір шешендік өнердің керемет үлгісі. Дұрыс айтасың айналайын, бұл енді қазақ атамыздан қалған дәстүр. Біз салт дәстүрін сақтаған, ата сыйлаған, ана сыйлаған қазақпыз. Қазақ атамыз өте керемет. Бұрынғы біздің Жамбыл атамыз, біздің қазақты баяғыда Сүйінбай атамыздан барып, осы Жамбыл атамыз барып, осылай ата мен саған бата берейін ба, жоқ әлде шапан ат сыйлайын дегенде, сонда Жамбыл атамыз айтқан екен, жоқ Сүйінбай ата, маған шапаның тозып қалады, ал атың болса өліп қалады, маған өлмейтін, сөнбейтін, маған бата бер деген екен. Соның өзі біз Жамбыл атамыздың көріпкелдігі керемет. Сол кісінің сол Жамбыл атамыздың жыралыбы Жамбылы деп, мысалы үшін әрқайсысы әр бала да біледі мектептен. Сол Жамбыл атамыздың керемет, сол бізге қалған ізгі дәстүрі әлі күнге дейін Жамбылды. Қазақ десең кім деп білесің? Жамбыл деп білеміз. Жамбыл деген кім десең қазақ деп білеміз деген қазағымыздың үлкен Жамбыл атамыздан, осы үлкен біздің осындай керемет аталарымыздан қалған осындай керемет ұлағатты сөздеріміз бар.